заранее хотим вас предупредить, свои телефоны поставить на беззвучный режим. Да? Если вы готовы, то мы начинаем. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында жастар және конституция, құқықтар мен мүмкіндіктер және азаматтық жауапкершілік атты баспасөз маслихатын бастаймыз, және бұл тақырыпқа сіздерге арнайы толық ақпарат берілетін болады. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема сегодняшней пресс-конференции – это молодежь и конституция, права, возможности и гражданская ответственность. На данную тему для вас специально будет озвучена, скажем так, подробная информация. И, конечно же, для начала хочу представить для вас наших спикеров. Аскаров Азиз Талгатулы, Управление по защите общественных интересов прокуратуры Восточно-Казахстанской области. Буланов Дархан Рамазанович, начальник отдела местной полиции службы управления полиции города Усть-Каменогорск. Адельбеков Айдос Адельбекулы, директор молодежного ресурсного центра Восточно-Казахстанской области. И, конечно же, Ербол Бахтшан Ерболовна, она является у нас депутатом городского маслихата города Усть-Каменогорск. Если наши спикеры готовы, Азиз Талгатулы, сөз кезеңізде. Рахмет сөз бергендеріңізге. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, және де біздің тұрғындарымыз, азаматтарымыз. Ең алдымен сіздерді осы келе жатқан конституциялық күнімен құттықтағым келеді. Сол рұқсат болса, сол мерекеде сіздерге әрқашанда жақсылық, баршаңызға бақыт тілеймін. Екіншіден, біздің бастапқы темамыз ол конституция және жастар тақырыбындағы баяндама туралы. Мысалы, жалпы конституция дегеніміз ол осы Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымның құқықтық негіздерін, демократия принциптерін, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын бекітетін негізгі заң болып табылады. Яғни бұл жерде сіздердің қандай да құқықтарыңыз болса, қандай да тұрғылықты және де өмір салтында, немесе қылмыстық, немесе де жұмыс, тағы да басқа құқықтарыңыз болса, ол осы конституциямен бәрі бекітілген. Ең биік заң Қазақстан Республикамыздағы конституция болып табылады. Ал өздеріңіз білетіндей, прокуратура органдары ол осы заңдылықты және де сіздердің бұзылған құқықтарыңызды қорғайтын орган болып саналады. Точнее говоря, осуществляет высший надзор за законностью. Сонымен қатар конституциямыздан негізі осы кезде бір Бауыржан Момышұлы атамыздың бір сөзі есімізге келеді, ол тәртіпке бағынған құл болмайды дейді. Осыған айтсақ, тәртіп деген бұл жерде бүгінгі күнде ол заңның мағынасында ұсынуға болады, яғни заңға бағынған бұл құл болмайды дейді. То есть, где царит закон, там нигде нету беспредела, у всех права не нарушаются и так далее. То есть легко жить. Далее хочу сказать, что вообще День Конституции Республики Казахстан ежегодно отмечает 30 августа. Эта дата была выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1995 году, на общенациональном референдуме был принят основной закон независимого Казахстана. Это Конституция. И как все знаем, первая статья Конституции это является, то есть, Республика Казахстан является демократическим, светским, правовым и социальным государством, высшим ценностью которого является человек, его жизнь, право и свобода. Здесь, как и гласит, в первую очередь Конституция, в первой статье утверждена она право человека и их свобода. То есть ничего важнее этого нету. И хотел бы сказать, здесь, как я понял, это жастарға, да? Жастарға айтып кетерім, бұл жерде тек қана тәртіпті сақтау керек, тәртіпке бағыну керек, қандай да бір құқы бұзылған жағдайда, ондай жағдайларға тап болсаңыздар, әрқашанда ол органдар, өкілетті органдарға да айтсаңыз болады, бізге де келіп айтып, ондай фактілерді айтып, ескертіп жүрген жөн. Енді менікі осымен болды. Азиз Талгатулы, благодарим вас за ваш такой подробный доклад. Дархан Рамазанұлы, ары қарай сөз кезегі өзіңізде. Жалғастырып кетсеңіз. Құрметті жиынға қатысушылар, жастар, енді ол біздің
мемлекетіміздің келешегі, неғұрлым біздің жастарымыз интеллектуалды, білімді, мәдени жағынан дамыған болса, ол біздің мемлекетіміздің потенциалы мықты болады. Олардың білім деңгейінен жауапкершіліктері де мықты болады. Жаңағы барлық құқықтар мен міндеттері біздің конституциямызда көрсетілген. Біз енді өз тарапымыздан осыны дамыту жағын мектеп орындықтарынан бастаймыз. Біздің Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің бұйрығымен жыл сайын мектепке полиция қызметкерлері бекітіледі. Учаскелік полиция инспекторлары, ювеналды полиция тобы және жедел уәкілдер. Осы үш полиция қызметкерімен бірігіп, білім бөлімімен, мектеппен, ата-аналар міндетті түрде қатысады. Балалармен жыл бойы сабақ оқуында біз іс-шаралар өткіземіз, дәрістер өткіземіз. Құқық бұзушылықтан, қылмыстың не екенін, баптар бойынша әкімшілік және қылмыстық кодексін түсіндіріп, іс-шаралар жүргіземіз. Құқықтық деңгейлерін көтеру үшін енді биылғы жылда алатын болсақ, облыс бойынша 4000-нан жоғары іс-шаралар өткізілді. Жаңағы мектептерде және әлеуметтік желілерде өткіземіз. Жедел профилактикалық іс-шаралар өткізеді осы жастарға байланысты және кәмелеттік жастарға, кәмелетке толмағандарға қатысты. Онда міндетті түрде біз прокуратура қызметімен бірге, қызметкерлермен бірге өткіземіз. Жаңағы білім беру, денсаулық сақтау органдармен және жергілікті орындаушы органдармен бірге. Қазіргі уақытта да міне бірінші қыркүйегіміз жақындап келе жатыр. Осыған байланысты тағы шаралар өткізіледі. Жастарға келетін болсақ, енді олардың барлық құқықтары және міндеттері бәрі Конституцияда бекітілген. Оны айтып өтпей қойын мына жерде. Олар үшін енді кең ауқымды бостандық берілген деп айтуға болады. Жаңағы білім жағынан болсын, мәдени спорт жағы болсын, политика болсын, өздерінің жаңағы кәсіптерін таңдау бойынша қай оқудағы барамын, не істеймін. Және қазір әлеуметтік желілерде дамыған, онда да қазір өздеріңіз көресіздер, көбінесе жастар сол салаларда қызмет атқарып жатыр. Енді онымен қоса жауапкершілік бар, қылмыстық, әкімшілік. Оны да ұмытпау керек. Заңнан шектен шықпау керек. Арты жаман болмас үшін. Как все мы понимаем, знаем, да, что любое наше действие также может и породить ответственность. Поэтому вот нарушение правовых норм за собой влечет различные последствия для личности, для общества и для государства в целом. В результате вот принимаемых нами мер сотрудниками полиции, немного вот статистику скажу, да, за текущий год в отношении несовершеннолетних нами выявлено вот более 3000 административных правонарушений. В центры адаптации несовершеннолетних помещены 207 несовершеннолетних по области. За невыполнение обязанностей по воспитанию детей привлечены 517 родителей. За нахождение несовершеннолетних вне жилища привлечены 1800 детей. За допущение нахождения несовершеннолетних в увеселительных заведениях также привлечены. За распитие несовершеннолетними привлечены 120 законных представителей. За продажу им также привлекаются нами владельцы магазинов, ставятся на учет. Вот в текущем году у нас 130 несовершеннолетних поставлены на учет и 166 законных представителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и обучению детей. Мы работаем совместно вот с
образованием, здравоохранением, акиматом, с прокуратурой. И наша цель снизить максимальное количество правонарушений и не допускать преступлений, совершения несовершеннолетними, так и в отношении несовершеннолетних. Дархан Рамазанұлы, сіздің баяндамаңызға рахмет. Әрі қарай біздің баспасөз мәслихатын жалғастыратын спикер Әділбеков Айдос Әділбекұлы, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті бақ өкілдері, барлықтарыңызды Қазақстан Республикасының Конституциясының 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Ата заңымыз айбарлы болсын. Енді қазір барлықтарыңыз білесіздер, қазір мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевта осы заң мен тәртіп идеологемасы аясында үлкен ауқымды жұмыстарды жүргізу бойынша жұмыстар атқарылды. Әсіресе жастардың құқықтық сауаттылығын арттыру, сонымен қатар құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша ақпараттық түсіндіру жұмыстарына көптеп көңіл бөлінуде. Енді осы мемлекет басшысы осы 2022 жылы жастар саясатына байланысты заңға өзгерістер енгізілген кезде жастар үшін емес жастармен бірге деген бағытта өзгертілген. Яғни біздің қазіргі жастарымыз ол біздің тек қана ертеңіміз, келешегіміз емес, ол біздің бүгінімізде. Яғни осы жастарға ақпараттық түсіндіру жұмыстарын жүргізу бойынша құқық қорғау органдары, әсіресе прокуратура өкілдері, сонымен қатар полиция департаменті, полиция басқармалары солармен бірлесе отырып көптеген жұмыстар атқарылуда. Әсіресе осы жастар арасында кең таралып жатқан есірткі, наркомания, лудомания, синтетикалық есірткілер, сонымен қатар дропперство деген сияқты осы бағыттардың барлығында біздің жастар ресурстық орталықтары 2 қала 11 ауданда осы жұмысты жүргізуде. Жыл басынан бастап заң мен тәртіп идеологемасы, соның аясында әсіресе наркомания бағытында жастар орталықтары 70-тен астам шара ұйымдастырды, 52 кездесу өткізді, 5-тен астам спорттық жарыстар ұйымдастырылды. Также в рамках мероприятия организованы игры-викторины «Мы за жизнь без наркотиков», также конкурс рисунков, который общий охват участников превысил более 3000 человек. Также в данных работах у нас ведется активная работа неправительственной общественной организации, то есть они тоже провели немало мероприятий, такие как Антарес, Арс, Амидо, Улагатты жастар, Центр независимых исследований. Также мы в текущем году провели профилактические рейды в общежитиях высших учебных заведений, это Сарсена Манжолова и Технического университета Давлета Селикбаева. В рамках республиканской акции «Нет наркотикам» было стерто более 100 граффити записей с рекламой наркотиков, что способствовало формированию негативного отношения к распространению. Полиция департаментами бірлесе отырып, театрландырылған қойылымдар көрсетілуде, сонымен қатар әлеуметтік желілерде ақпараттар кеңінен насихатталуда. Бұл енді біздің заң мен тәртіп бағыт аясында атқарылып жатқан жұмыстардың бір бөлігі ғана. Егерде сұрақтарыңыз болса, қосымша жауап беруге дайынбыз. Айдос Әділбекұлы, сізге рахмет айтамыз. Ал енді соңғы спикерімізге сөз кезегін берейік. Ербол Бақытжан Ерболқызы. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Жалпы бүгінгі біздің тақырып ол өте маңызды тақырып. Өздеріңіз білесіздер, қазір жастардың арасындағы ең үлкен проблема осы нашақорлық пен лудомания болып тұр. Мен өзім президент жанындағы жастар саясат жөнінде кеңестің мүшесімін. Яғни біздің алаңымызда ең алғаш рет осы нашақорлыққа қатысты мәселе бойынша үлкен бір отырыс өткен болатын. Сол жерде осы мемлекеттік органдар бар, осы кеңес мүшелері бар. Яғни барлығымыз бірігіп 2023-2025 жылға арналған ең алғаш осы нашақорлыққа байланысты кешенді жоспарды жасап шығардық. Жалпы бұл кешенді жоспар қазіргі таңда өздеріңіз білесіздер, заң қабылданған болатын. Осы нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы. Бұл жерде, яғни өздеріңіз көріп өткендей, мен заң аясында болып жатқандықтан есірткі өндірген үшін берілетін жазаның
түрі қатайды. Яғни ондай қылмыс жасағандарға 15 және 20 жылдан бастап өмір бойына бас бостандығынан айыруға дейін жаза берілген болатын. Және есірткіні белгілі бір жерлерге қалдырып кететін бізде қазір курьерлер бар, иә. Осы бойынша көбінесе жастар, енді айта кету керек, мұндай қылмысты жасаған үшін 5 жылдан 8 жылға дейінгі бас бостандығынан айырылу жазасы кесілген болатын. Және де жалпы осы өңірімізде нашақорлыққа байланысты жүйелі түрде жұмыстар атқарылуда. Соның бірі ең үлкен бірегейі деп айтсақ болады. Бізде қазір өздеріңіз білесіздер, осы әлеуметтік желілерде, Инстаграм, енді жастар сол жерде көп отыратын болғандықтан, біз осы жерлерде ақпараттарды көп орналастырамыз. Яғни қазіргі таңда ассамблея жастары деген бар, ассамблея жастарында театрлар бар, жанында және самға театрлары бар. Бұл жерде, яғни бұл жасөспірімдердің театры. Осы жерде құтқар мені, таңдау сияқты спектакльдерді балалар, яғни жастар өздері қойылымдарды ойлап тауып, қазіргі таңда бұны біз 10 мыңнан астам жастамыз. Шығыс Қазақстан облысы бойынша 10 мыңнан астам жас осы қойылымдарды көріп жатыр. Одан кейін бізде полиция және прокуратурамен бірлесіп жұмыс атқарамыз. Бірлесіп стоп есірткі деген бізде қазіргі таңда пилоттық жоба іске асырылып отыр. Бұл жерде, яғни есірткі саудасы туралы хабарлаған азаматтарды қаржылай ынталандыру күтеді. Одан бөлек халықаралық есірткі күніне орай бізде фестиваль деген 5000 адамды қамтитын үлкен фестиваль ұйымдастырған болатынбыз. Бұл жерде, яғни фестиваль өзі 48 шараны қамтыған болатын. Сонымен қатар шығыс жастар нашақорлыққа қарсы үлкен жастар акциясы ұйымдастырылды. Өздеріңіз білесіздер, біздің қаламызда 14-ке жуық жастар ұйымдары бар. Осы жастар ұйымдарының барлығы күші, яғни күшімізді біріктіріп, осындай үлкен фестивальді жасап шықтық деп айтсақ болады. Және жалпы осы есірткі бизнесі болсын, лудомания болсын, оның тек қана болып жатқан, яғни мәселемен ғана күреспей, оның алдын алу шарасымен де біз жұмыс жасауымыз керек. Сол себептен де осы есірткіге бейім тұлғаларды ерте анықтау шаралары күшейтілген болатын. Оның ішінде бізде полиция департаменті жанынан өңірлік кеңес құрылды. Бұл жерде бұл осы азаматтық қоғам өкілдерінің қатысуымен, яғни нашақорлықтың алдын алу жөнінде кеңес. Бұл алдын алу жұмыстарына бізде нарколог дәрігерлер, психологтар, яғни жұмыс атқаратын болады. Және бұл жерде сенім телефоны жұмыс жасайды. Екінші өзекті мәселе бізде бұл лудомания. Лудоманияда осы кеңестің төңірегінде біз осы мәселемен айналысқан болатынбыз. Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі де бұл, яғни ұлттық құрылтайда айтқан болатын. Ең 5 кеселдің қатарына енгізді ғой. Енді өте бұл жастардың денсаулығы үшін де, яғни жастар үшін өте қауіпті дерт екенін атап өтті. Жалпы лудоманиямен қатысты заңда да 24-26 жылға арналған кешенді жоспар жасалып шығарды. Бұл кешенді жоспарда да ең алдымен біз, яғни жастардың қаржылық сауаттылығын арттырумен айналысуымыз керек. Бұл жерде бізде экономикалық тергеп-тексеру департаменті бар. Осы департаментпен бірлігіп, одан кейін Аманат партиясы жанында бізде қарсыз қоғам жобасы жүзеге асырылған. Осы арқылы біз қазіргі таңда жастардың 10 мыңнан астам жас деп айтсақ болады, облыс бойынша осы қаржылай сауаттылығын арттыру бойынша жұмыстарды жүргізіп келе жатырмыз қазіргі таңда да. Және де заң мен тәртіп қағидатының негізінде осы азаматтардың құқықтық сауаттылығын арттыру бойынша біз қалалық жастар орталығында, облыстық жастар орталығында жүйелі түрде жұмыс жасап келеміз. В департаменте юстиции Восточно-Казахстанской области была организована экскурсия для студентов колледжей и вузов, также в общежитиях города. Это Восточно-Казахстанского технического университета имени Давлета Серикбаева и Восточно-технического университета имени Сарсена Аманжолова прошли профилактические рейды под девизом «Нет наркотикам» в рамках принципа «Закон и порядок», а также в колледжах нашего города состоялась информационная встреча по повышению финансовой грамотности и профилактика лудомании. Цель мероприятия – это у нас информирование молодежи о важности ответственного управления личными финансами и рисках. В Усть-Каменогорском высшем медицинском колледже прошла встреча навстречу молодежь и правопорядок с участием сотрудников правоохранительных органов. В ходе мероприятия провели открытый диалог со специалистами в области правопорядка. И
студенты получили ответы на волнующиеся вопросы. И в рамках, ко Дню Конституции мы, городской молодежный ресурсный центр, сейчас планируем провести встречу в формате soft skills с участием юристов и представителей правоохранительных органов. В формате soft skills это очень подходящий формат для молодежи. Они могут общаться друг с другом и, конечно же, получить ответы на свои интересующиеся вопросы. Конституция – это главный закон страны, и, конечно же, она защищает права граждан, а также молодежи. И у нас сейчас есть закон о государственной молодежной политике, который для поддержки молодежи работает молодежный ресурсный центр. Как выше говорил Айдос Адильбекович, у нас в области 14 молодежных ресурсных центров, и они помогают молодежи в учебе, в трудоустройстве, конечно же, повышение финансовой грамотности, правовой грамотности. И бізде қазіргі таңда полиция өкілдерімен бірге бізде 27 және 29 шілде кезінде түнгі қаладағы балалар деген рейд өткен болатын. Осы рейд барысында біз 17 рейдқа шықтық, қала бойынша, яғни қаламыздағы түнгі клубтарда, яғни ол жерде ата-анасынсыз жүрген азаматтар болатын болса, егер кәмелет жасқа толмаған азаматтар болатын болса, бірінші ол жерде ескерту жасалады, ата-аналарын шақыртамыз, не осындай жұмыстар қазіргі таңда атқарылып жатыр. Назарларыңызға рахмет. Асчан Ерболовна, благодарим вас за ваш подробный доклад. Әріптестер, сұрақ-жауапқа көшпес бұрын еске сала кетейін. Брифинг өңірлік коммуникациялар қызметінің инстаграмдағы парақшасында тікелей эфирде көрсетіліп жатыр. Егер де біздің әріптестер қатыса алмай жатқан жағдайда, сіздер өз сұрақтарыңызды жолдай аласыздар. Итак, наши коллеги, переходим ко второй части нашего брифинга. Если у вас есть вопросы, можете задавать. Вопросов нет? Отлично. Спасибо нашим спикерам за ваш такой подробный доклад. Итак, мы заканчиваем наш брифинг. Всем спасибо за участие.